достар, бүгін мен сіздерге жаңа дәуір философиясындағы әдіс мәселелер туралы айтатын боламын. Бұл тақырып сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Мен өзім жазған өзімнің түсінігім бойынша лекциямды сізге айтып беремін. Бұл неге қарап жатыр деп айтатын болсаңыздар, бұл дәптерге өзім түсінігімді жазған болатынмын. Сондықтан мен қарап та былай да айтып түсіндіретін боламын. Главное, менің ойым өзім сөздерімді, түсінігімді сіздерге жеткізу. Жаңа дәуір философиясындағы жаңа осы әдіс мәселелер. Жаңа дәуір философиясындағы осы белгілі бір әлеуметтік немесе экономикалық, саяси осы қоғамдық қатынастардың жемісі болатын, олардың батыс Еуропада, яғни осы капиталистік қатынастардың, осы құрылыстың пайда болуы орта ғасырларда, яғни осы діни идеологияға қарсы күресті үдете түсті. Өйткені осы тауарлары, яғни ақшалы шаруашылықтың осы дамуы орта ғасырлардағы тұйық немесе осы қоғамның жемісі ретінде барлық әлеуметтік, яғни осы саяси идеологиялық қатынастарды талқандауға әкеліп соқты. Және де жаңа осы заманнан, яғни капитализм дәуірі құлдық пен осы феодалдық өндірістік қатынастардың осы формаларын, яғни заттық, яғни тауарлық қатынастарды қалпына келтіріп отырған. Адам ендігі осы жерде сатып алатын немесе сатылатын тауарларға бағынышты болуы және де оны осыны өрлетуге, дамытуға, яғни сатуға және сатып алуға осылардың барлығы бір-бірімен байланысып отырған. Бірақ адамның жұмысына, яғни күш салуы, өйткені ол қосымша құн тудырады. Және бүкіл байлығын осы капитализм, осы процесс арқылы дүниеге келіп отырған. Философияның ендігі мәселесі капиталистік өндіріс болып табылады. Осы нарық тудырған бірте-бірте, яғни өндіргіш күшке айнала бастаған жаңа типтегі ғылым және оның жаңа әдісі туралы болған. Философия сонымен қатар жаңа дүниетаным, жаңа көзқарасты, яғни дүниеге әкелуі, жаңа философияның қалыптасуы, жаңа көзқарастар әлемде бір тұтас осы дүние ретінде тануға, яғни дүниені барлық салаларын осы жан-жақты қоғамдық қатынастарға әрекет етуіне алып келген. Табиғатты, яғни толық тануға осы ұмтылған бұл көзқарас, яғни бір жағынан жаңа заман ойшылдарының осы діни мистикалық осы қара қапастан шыққанға дейінгі еркіндік, аңсаған армандарының орындалуы болған. Дүние осы кең, байтақ, ұшық, яғни қиыры жоқ, оны танитын, оның сырын ашатын осы табиғаттың нәрестесі, яғни Құдайдың жаратқан құлы емес адам. Ол бүкіл дүние тануға және игеруге ұмтылып отырған. Адам ол орта ғасырлық қара түнек, яғни қараңғылықтан, шырмаудан бастап осыған байланысты шығысымен ендігі осы жерде тек өзіне ғана сенуі болып табылған. Ол өзінің еркіндігін және осы өзінің күшін танып, өз ісін, яғни қызметінен әділеттілікпен осы әділдікті, зерделікті көріп, көзбен қарастырып отырған. Жаңа дәуір осы өндіргіш күштердің ерекше қарқынмен дамуына кеңінен жол ашты. Өндіргіш күшке айнала бастаған осы ғылым мен техниканың өркендеуі ол бірте-бірте осы жаңа философиялық және ғылыми танымда қажет етті. Осыған байланысты Декарттың принципіндегі ғылым мен философияның ескі көз қарастардан арылып жаңалыққа және бой ұруына мүмкіндік беріп отырған.
және осыған байланысты мүмкіндіктерін туғызды. Өз принципі арқылы Декарт осы ғасырлар бойы өзгермейді деп келген қиюға қашан қағидаларды теріске шығарды. Және де Кант өзінің ғылым білімінің қажеттілігі және осы жалпылама ғылымы туралы Канттың сана мен зерде туралы ілімі жарыққа шыққан. Канттың диалектика туралы, яғни Канттың моральдық ерік борыш этикасы ретінде категориялық осы императивтік, яғни шешім қабылдай білуі, ол үшін идеалды, стандартты және де осы азаматтың қоғам үшін негізі ретінде осы Канттың қақтығысы әділ реттеудің, яғни тұжырымдамасы ретіндегі осы құқық философиясы, осы Канттың философиядағы моральдық адам түсінігі болған. Ағарту осы философияның әлеуметтік тарихи, яғни алғы шарттары, олардың адамды ағартушылық немесе түйіндірмесі, осыған байланысты түсіндірмелері, түйіндемелері, яғни Гегельдің философиялық ілімдерін осы қалыптастыруда ағартушылық идеялары және де осыған байланысты романтизмнің әсерін туғызған диалектикалық ойлаудың тарихи тұжырымдамасын қалыптастыру. Осы Гегельдің диалектика туралы ілімі және де диалектиканың негізгі осы категориялары және де диалектиканың принциптері болып отырған. Даму ұғымы, тағы не айтсақ болады, диалектиканың даму заңдары, диалектиканың таным әдістері, диалектиканың тарихи үдерісі қамауында сезінудің осы түсіндірмелері ретінде Құл және Мырзаның диалектикасы, Гегельдің құқықтық философиясы, яғни саясаттың Гегельдік философиясы жатқызылып отырған. Осымен осы тақырып аяқталды. Сіздерге де түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Мені мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.